Мен бүгін сіздермен бір керемет бір нәрсені бөліскім келіп отыр. Осы кімнің денесінде псориаз деген нәрсе бар, кімді мазалап жүр осы денеге шыққан жаралар неше түрлі, кімді мазалап жүр, соларға қызықты болады деген ойдамын. Мен де мысалы жақында бір кісімен жұмыс жасадым да, сонда жұмыс жасаған кезінде ол кісінің үстінде 10 жылдан бері псориаз бар екен. Осы псориаздан ол кісі құтыла алмай жүрді. Сосын мен сұрадым, сіздің үстіңіздегі осы псориаз толық кетіп қалса не нәрсе, ең жаман не нәрсе болуы мүмкін деген кезінде ол кісі бүйтіп айтты: менің денемдегі шығып жатқан нәрсенің барлығы сыртқа шығып жатыр, зато ішінде жаңағы бықсып маған көрінбейтін жерде қалып жатқан жоқ, сыртқа шығып жатыр дейді да. Осы сыртқа шығу арқылы ол былайша айтқан кезінде өмірін жеңілдетіп жатыр деген ойда. Көрдіңіз ба, мәселе қайда жатыр? Осы нәрсені мен түсіндіргім келіп отыр да. Адамдар мысалға да осы кісі ана лучше дейді да, лучше мен ішіме шыққанша сыртыма шықсын деп тұр да. Көрдіңіз ба, псориаздың өзін сыртқа шыққанын дұрыс көріп тұр. Осы қағида арқылы оның ағзасы соған сай жұмыс жасап жатыр. Оның денесінде мүмкін да бір алла біледі, ішкі ағзасы осы псориаз осы сыртқа шыққанда ел мысалға да ішкі ағзасы андай сап-сау шығады, мүмкін ше, мүмкін. Көрдіңіз ба, оны бір алла біледі деп. Ал егер де ол кісі вдруг псориаз ол кісінің денесінен кетіп қалатын болса, ол ойлайды да, енді менің ішімде бұл нәрсе не істеп жатыр, ішімде бір жерде құртатып жатыр, ішімде бірдеңке болып жатыр деп уже солай уайымға түсіп кетеді да. Көрдіңіз ба, сондай ой арқылы адам өзін өзі алдап жүр. Ал енді ол адам егерде менің айтқанды тыңдап, уже бұл жерде уже псориаздан толық құтылу өзіне байланысты да. Ол адам мысалы да осы менің айтқанды пайдаланып, менің денім сау, менің ағзам негізінде сап-сау, менің ағзамдағы кейбір нәрселер денеге осылайдан жаңағы жара болып шықпаса да ағзам менің сап-сау дегендей осындай нәрсемен миын сендіретін болса, ол адамда осы псориаз деген нәрсе толық кетіп қалады иншалла ше. Негізінде көрдіңіз ба, сондай ойы арқылы ол 10 жылдан бері сол псориазды өзінен жібергісі келмейді ғой. Дәл сол секілді тағы да бір кісі бар, ол кісінің баласында шығып жатыр да. И мен ол кісіге тура осы сұрақты қойып едім. Сол кезде ол кісі былай айтады да, негізінде дейді, осы баланың үстіндегі шығып жатқан нәрсе арқылы мен анамның вниманиясын алып жатырмын дейді да. Егер де вдруг осы нәрсе толық кетіп қалатын болса, анам бізге қарамай кетеді, біз уже ол кісіге керек емеспіз деген секілді да. Көрдіңіз бе, бұл да тоже айналып келген кезде мамасының, жаңағы балаға шығып псориаз шығып жатқан баланың мамасының выгодасы сол, осы балаға шығып жатқан псориаз арқылы маманың вниманиясын алып жатыр. Көрдіңіз ба, бұл жерде де тоже егер де миын сендіретін болса, жаңағы мамамның вниманиясын алу үшін балама бұл псориаз шығудың дым да қажеті жоқ деген секілді миды сендіретін болса, иншалла ол да кетіп қалады. Көрдіңіз бе, яғни денедегі шығып жатқан артық, не только денеде, мысалы да, өмірде мысалы кез келген нәрсе болып жатыр да, и сол жерде көп жағдайда бір выгодасы болады да, түп санада ше. Осы выгоданы тауып сонымен жұмыс жасайтын болса, адамның өмірінде кәдімгідей жеңілдік болады. Егер де сіз де тоже осындай нәрсемен қиналып жүрген болсаңыз, менің разборыма келсеңіз болады. Разборда біз осы нәрсені шешуге тырысамыз. Ол үшін жаңағы осы видеоның несінде соңында менің WhatsApp-қа сілтеме болады. Сол сілтемеге разбор деп жазыңызшы.